Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қып-қызыл борщтың рецептісімен бөліскім келеді. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алда жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Ең алдымен қазанымызға жуып алған сүйегі бар етімізді салып аламыз. Үстінен су құйып, баяу отта қайнатып, көбігін алып, жақсылап қайнатып аламыз. Осылай жақсылап қайнап алған сорпамыздың үстіндегі етін, жаңағы сүйегін барлығын алып тастап, картопты көз мөлшерде кесесіздер. Мен осылай ұсақтау турап қайнатып аламыз. Одан кейін үстіне сақтап тураған орам жапырағымызды саламыз. Енді борщтың қуырмашына кірісеміз. Табамызға өсімдік майын құйып, қызартып, үстіне бір жуаны сақтап турап саламыз. Осылай қуырып аламыз қызарғанша. Үкіштен бір үлкенірек сәпізді өткізіп, жаңағы жуамызбен бірге қуырып, жақсылап қуырып аламыз. Тоңазытқышта тұрған қызыл жасыл болгар бұрышы менде алдын ала дайындалып қойған. Сол болгар бұрышын осының үстіне қосамыз. Бірге араластырамыз. Болгар бұрышын әбден қуырып, жақсылап қызарғанша қуырып алғаннан кейін, менде 4-5 қызылшаны, аса ірі емес, ұсақтау қызылша қосаңыздар, борщтарыңыз өте әдемі, дәмді болып шығады. Сондықтан да мен 4-5 кішілеу қызылшаны үкіштен өткізіп алып, осы құрмаштың үстіне қосып, бірге жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне татымына қарай қара бұрыш қосып, лавр жапырағын салып, тағы да бір араластырып аламыз. Мен ендігі кезекте 2 ас қасық толмай томат пастасын қосып, 2 ас қасықтай араластырып, одан кейін бетін жауып, астын өшіріп қоямыз. Сорпамыз бір қайнағаннан кейін, жаңағы қуырмашын саламыз да, осылай жақсылап араластырып аламыз. Ендігі ескертетін жағдай, сорпамызды көп қайнатпаймыз, себебі қызылша өзінің түсін өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан да бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін астын өшіріп, үстіне жаңағы піскен етімізді турамыштап саламыз. Татымына қарай тұз қостым мен, тұзы аздау болғандықтан. Өздеріңіздің қалауларыңызша ұсақтап сарымсақты қоссаңыздар да болады. Осымен ең дәмді борщымыз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнап жатса, менің жаңағы рецептім бойынша жасап көріңіздер. Қаймақпен ас көк қосып, немесе майонез қосып ішсеңіздер, өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.